Баршаға сәлем достар, сіздермен тағы спорт жаңалықтары тағы спортқа қайтты. Жәнібекті қажытуыма Әлемханұлы келесі айқасын қатысты күтпеген жайттар болып жатыр. Кеше 7 қарашада орта салмақта WBO және IBF чемпионы Жәнібек Әлемханұлы 16-0, 11 мен британиялық Хамза Ширазға 21-0-17 келісімге келу үшін берілген мерзім аяқталды. WBO негізі 4 қарашаға дейін уақыт берген. Кейін оны 7 қарашаға дейін тағы созды. Бүгінгі күнге промоутерлік сауда белгіленді. Бірақ ол өткен жоқ, себебі белгісіз. Белгілі инсайдер Дэн Рафелдінің сөзінше сауда кейінге қалды. Басқа мәліметтер әзірге жоқ. Қазақстан тумасының WBS титулы үшін айқасы ауыр нокаутпен бітті. Германияда өнер көрсететін Қазақстан тумасы Роман Фрес Хемнис қаласындағы бокс кешенінде жекпе-жек өткізді. 30 жастағы Фрес австралиялық Стефан Николичке қарсы айқаста бірінші ауыр салмақта WBS International титулы қорғады. Жекпе-жек 10 раундқа есептелген болатын. Бірақ кездесу аяқталуға 1 раунд қалғанда Фрес қарсыласын нокаутқа түсірді. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Видеоға лайк басып, каналға подписаться болуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады. Біз қайттық. Баршаға рахмет.